Қазақстанда жаңа ақша. Сәлеметсіз бе, қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Билетке ұқсайды. Желіде 1000 теңгелік банкноттың дизайны қызу талқыға түсті. Зерс әлеуметтік желісінде 1000 теңгелік банкнот туралы жазба аз уақытта 500 миллионға жуық қаралым жинап көпшіліктің назарын аударды. Пайдаланушылар пікірі екіге бөлінді. Бір бөлігі жаңа купюраны ерекше әрі де әдемі бағаласа, енді біреулер оның дизайнын ұнатпады. Желі қолданушылары цирк билетін еске салады. Неге әр 3-5 жыл сайын дизайнды өзгертеді? Бұлай жиі ауыстырудың не қажеті бар? Қай нұсқасы соңғы екенін шатастырып алдым. 1000 теңгенің дизайны менің өмірімдегі өзгерістерден жиі ауысады. Өзіме естелікке осындай купюра алғым келеді деген секілді пікір қалдырды. Ұлттық банктың баспасөз қызметі мәліметінше 1000 теңге номиналдағы естелік банкнот 2025 жылдың 9 мамырында жеңіс күніне орай айналымға шығарылған, тиражы 5 миллион дана. Отандастарымыздың ерлігі мен батырлығын ұлықтау мақсатында бұл естелік банкнот айналымға енгізілді. Түстік гаммасы бұрынғы 1000 теңгелік банкноталармен бірдей. Бұл олардың танылуын және қолданысын жеңілдетеді, дейді Ұлттық банк. Банкноттың дизайны. Түсі қоңыр қызғылт және де сарғыш. Алдыңғы бетінде Алматыдағы 28 гвардияшы панфиловшылар атындағы саябақтағы даңқ мемориалы. Микрооптикалық қорғаныш жолағы. Банкнотаны бұрғанда онда көлем мен тереңді эффектісі, мәңгілік отпен ұшып бара жатқан тырналардың қозғалысы көрінеді. Кері бетінде Қазақстан картасы және де тарихи мұрағаттық суреттер. Оларды кино фотоқұжаттар мен дыбыс жазбаларының орталық мемлекеттік архиві ұсынған. Орден бейнесі. Бұл 1000 теңгелік банкнота ел аумағында барлық төлем түрлері үшін жарамды. Төлем, шотқа қабылдау, айырбастау, аударымдар кезінде қолдануға болады, дейді Ұлттық банк. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.